Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге осындай бір макроспен жасалған ойынды көрсетемін. Бұл ойын PowerPoint бағдарламасымен жасалған. Ойынды қандай мақсатта пайдалануға болады? Бұл ойынның атауын я жоқ ойыны деп атап қоя салдым. Енді мына жерде мысалы я жоққа да келтіруге болады. Мысалы мына жерде сұрағыңызды жазасыз. Одан кейін дұрыс жауап, мына жерде дұрыс жауап тұр. Мысалы осыған я деп, мына жерге жоқ деп мысалы. Сонда я жоқ деп те қолдануға болады. Болмаса дұрыс емес деген варианттарда да қолдануға болады. Одан басқа мынандай дұрыс жауап, қате жауаптарды пайдалануға болады. Тағы да мысалы суреттер қоюға болады міне ішіне. Ал енді мынау қалай жұмыс жасайды? Мысалы сізде менде мына шаблонда мысалы 6 сұрақ бар. Міне 6 сұрақ бар, общий 6 сұраққа дайындалған. Енді осы жерде 10 сұрақ болатын болса, осыны мысалы сіз дублировать слайдпен көбейтесіз мысалы. Енді 7 сұрақ болды. Одан кейін дұрыс жауап, қате жауапты белгілегеннен кейін осы не жаңа мен байқасаңыздар қате жауапты бірінші белгілеп, одан кейін дұрысты белгіледім. Сол кезде де оны қате деп есептеп, соны дұрыс есептеп жатыр. Яғни 6-дан 4-еуі дұрыс болды және 2 қате болды. Бұл тура сондай жаңағы программа сияқты өте жақсы есептейді. Яғни бұл макростың мүмкіншілігі. Енді так осылай сұрағын көбейтесіздер. Одан кейін осылай ойнатсаңыздар болады. Ал енді мына жерге қалай суретті қойып, соларды көрсетіп өтейін. Мына жерден формат рисунок дегенге кіріп, осы жерден заливкаға өтіп, рисунок и текстурадан файлдан таңдайсыздар. Мысалы сурет қою керек болса. Осы жерде мысалы менің документтерім ашылды. Осы жерден кез келген бір сурет таңдап алып қоясыздар. Енді мынаған да сурет солай қойылады. Ал варианттарын кәдімгідей өзі өшіп, мынау өшіп жазылып тұр. Міне көрсетейін. Жазылып тұр, өшет жазылады. Осылай пайдалансаңыздар болады. Мысалы бұл ойынның пайдасы қандай? Бұл ойынның пайдасы оқушыларды былай бағалаған кезде балдық неде жақсы көрсетіп береді, дұрыс көрсетеді. Қайсысы қате болды, қайсысы дұрыс болды, мына жерде дұрыс немен көрсетіп береді. Қанша дұрыс жауап болды, дұрыс емес жауап қанша болды, және процент деңгейімен көрсетіп беретін мүмкіншілігі бар. Осындай ойын. Енді мына жерде мен осы мысал ретінде құрастырғаны, одан кейін осы сұрақ жазыңыз, сосын қате жауап, дұрыс жауап деп қойған шаблон бар. Осы шаблонды алып жасасаңыздар ыңғайлы болады. Мысалы, мынаны да мен ашып көрсетейін. Мысалы, текущий деп ашатын болсам, осы ашылады. Істейтін көрсетейін. Мысалы, дұрыс деген жауапқа бассам, міне дұрыс деген осылай жасыл түсті болып жанады. Назарларыңызға рахмет.